Сәлем достар, бүгінгі тыңдайтын ертегілерің ұйқыдағы ару. Каналға тіркеліп, лайк басып, сақтап алуды ұмытпаңдар. Ертеде, алыс жақын мекенде Стефан атты патша мен патшайым қыздары Аврораның дүниеге келуіне орай алыс жақын ел жұртты жинап ұлан асыр той жасапты. Сол тойға көрші корольдіктен Хуберт патша мен оның кішкентай ұлы Филипп те келген екен. Тойда екі патша ханшайым 16-ға толғанда Аврора мен Филиппті үйлендіріп, құдандалы болуға уағдаласыпты. Сондай-ақ мерекеге ханшайымды қорғаушы 3 перизат Флора, Фауна мен Меруезер де қатысыпты. Әрқайсысының ханшайымға арнап әкелген ерекше сыйлықтары бар еді. Әуелі Флора өзінің сиқырлы таяқшасын баланың бесігінің үстіне сілкіп қалып, «Мен саған сұлулық сыйлаймын» деп үн қатты. Одан кейін Фауна таяқшасын сілкіп қалып, «Мен саған ән күй сыйлаймын» деді. Соңында бесікке Меруезер таяп келді. Ол енді ғана таяқшасын көтеріп, сыйлығын бергелі жатқанда, кенет сарт-сұрт найзағай ойнап кетті. Ішке құдіретті де жауыз періште Малефисента кіріп келді. Ол тойға шақырылмағанына қатты ашулы еді. Сүйікті қарғасын басынан сипап тұрып, Малефисента кішкентай ханшайымға қадала қарап тіл қатты. «Менің де саған сыйлығым бар» деп жыланша ысылдады ол. 16 жасқа толған күніңде күн ұясына батпай тұрып, ұршыққа саусағыңды кесесің де сеспей қатасың. Осыны айтты да Малефисента басын қақшита кекете күлді. Сосын будақ-будақ қызыл күрең түтінге айналып жоқ болды. Меруезер сәл жөткерініп, «Менің ханшайымға арналған сыйлығым әлі өзімде», деді патша мен патшайымның есіне салып. Ол бесіктің жанына келіп, ханшайымның құлағына, «Ұршық саусағыңды кескенде сен өлмей қаласың. Оның орнына терең ұйқыға кетесің. Ұйқыдан тек қарғыстың күшін қайтаратын шынайы ғашық жанның ыстық сүйісінен ғана оянасың» деп сыбырлады. Патша қызының амандығын ойлап қатты алаңдады. Ол патшалықтағы барлық ұршықты өртеп жіберуді бұйрық етті. Содан соң патшайым екеуінің амалсыздан періштелердің ақылына көнуіне тура келді. Олар Аврораны 16 жасқа толғанша алысқа, Малефисента таба алмайтын тасалау жерге жасыруға алып кетті. Флора, Фауна мен Меруезер ханшайымның атын Брайер Роуз деп өзгертті. Олар қалың орман арасындағы кішкентай үйді мекендеді. Періштелер өздерінің сиқырлы таяқшаларын жасырып қойып, қарапайым шаруа елдерінің кейпіне енді. Жылдар жылжып өтіп жатты. Малефисента ханшайымды тынбай іздеді, бірақ таба алмады. Ханшайымның 16-шы туған күніне санаулы уақыт қалғанда, Малефисента оны іздеп табуға өзінің сүйікті қарғасын жұмсады. Бұл Малефисентаның соңғы мүмкіндігі еді. Міне, Брайер Роуздың 16-ға толған туған күні де келіп жетті. 3 періште оны орманға жидек теруге жіберіп, өздері оның туған күніне тосын сыйларын дайындап жатқан. Жидегін жинап алған соң, Брайер Роуз демалып алмақ боп, алаңқайға келіп жайғаса кетті. Ол сымдай тартылған сымбатты ханзадаға ғашықтығы туралы әнді ызыңдап айта бастады. Оның ормандағы достары әлде біреу қалдырып кеткен жадағай мен қалпақ және саптама етік тауып алды. Олар ханзада сияқты киініп алды. Брайер Роуз аңдардың ойынына қосылып, бірге ән айтып би биледі. Бұл киім ұзақ жолдан кейін орманға кеп, астындағы атын суытып жүрген ханзада Филипптікі еді. Филипп ну жыныстың арасынан талықсып жеткен таңғажайып дауысқа қайран қалды. Сөйтіп оның кім екенін білу үшін жан-жағына барлай көз тастады. Сұлу бойжеткен Брайер Роуз бен көрікті бейтаныс жігіт бірін-бірі бір көргеннен ұнатып қалды. Олар бұрын бір жерде кездескен сияқты боп көрінді.
Брайер Роуз үйіне қайтатын уақыты таяп, екеуі сол күні кешке ормандағы үйде кездесуге уәделесті. Бұл кезде үш перизат туған күнге тосын сый дайындауға кіріскен. Олар біраз әбігерге түсті. Фауна туған күнге торт пісірді, бірақ қоспасы тым сұйық болғаннан тортты бір жағына қисайып кетті. Флора мен Меруэзер Брайер Роузға арнап көйлек тіккен, бірақ оның пішімі келіспей, олпы-солпы болып шықты. «Бәрі бекер», деді Меруэзер. «Бізге мынаның бәрін реттеу үшін сиқырдың күші керек. Қазір таяқшамды алып келемін». Олар сиқырлы таяқшаларын қолданбас бұрын үйдегі барлық саңылауды мұқият қымтады. Үйден түйірдей алтын тозаң шықса, Малефисента жасырынған жерлерін біліп алу мүмкін еді. Соның алдын алу үшін осылай етуге тиіс болатын, бірақ олар мұржаны бітеуге ұмытып кетті. «Қайтадан сиқырға жүгіну не деген керемет десеңші!» Флора таяқшасын сілкіп қалғанда жап-жаңа қызғылт көйлек пайда бола кетті. Ал Меруэзер таяғымен көйлектің түсін көкке ауыстырды. Флора оны қайтадан қызыл түске ауыстырды. Осы сәтте мұржадан алтын шаң көкке қарай будақтап жатты. Бұл кезде Малефисентаның қарғасы жақын маңайды турауылдап жүрген. Ол алтын шаңды көріп, оны жақынырақ барып байқағысы келді. Үйіне келген Брайер Роуз су жаңа әдемі көйлек пен тәп-тәтті торт үшін күндік шешелеріне алғысын жаудырды. «Бұл менің өмірімдегі ең бақытты күн», деді ол. Содан соң оларға орманда кезіктірген көрікті бейтаныс жігіт туралы айтып берді. Кешкісін оның үйіне келетінін де айтты. «Брайер Роузге шындықты айтатын кез келді», деді Фауна. Брайер Роуз перизаттардың аузынан өзінің ханшайым екенін және көп ұзамай Филипп ханзадаға күйеуге шығатынын білді. «Бүгін сен сарайға оралып, жаңа өмір бастауың керек», деді Флора. Мұның бәрін мұржадан Малефисентаның қарғасы көріп тұрды. Брайер Роуз қатты қайғырып, сұлу жүзін мұң торлады. Өйткені ханзадаға күйеуге шыққысы келмеді. Оның есіл-дерті орманда кездестірген көрікті жігіт еді. Қарға бәрін құлағына құйып алды. Сөйтіп ханшайым Аврораның табылғанын Малефисентаға сүйіншілеу үшін асыға ұшып кетті. Қас қарайғанда перизаттардың біреуі Брайер Роузды орман ішімен алып жүріп сарайға жеткізді. Олар жауыз Малефисента алдарынан тосып тұрғанынан мүлде хабарсыз еді. Перизат Аврораны сарайдағы тыныш бөлмеге демалуға қалдырды. Жантайғаны сол еді. Кенет көзді қарықтырған бір түрлі сәуле пайда болып, Аврора ұйқылы ояу күйі соңынан ілесті. Ол оны бұралаң сатымен жоғарыдағы шатырға келді. Бүйірдегі бөлмеде оны қолында ұршығы бар Малефисента күтіп отырды. Аврора айналып тұратын доңғалақты бұрын соңды көрмеген еді. Жалмауыз ханшайымға оны өз қолымен ұстап көруді ұсынды. Аврора қолын соза бергенде шпинделге саусағын кесіп алды. Сол-ақ екен, аяқ астынан талықсып терең ұйқыға кетті. Көп ұзамай кіндік шешелері айналып тұрған доңғалақ жанында ес-түссіз құлап жатқан Аврораны тауып алды. Олар бірден сарай тұрғындарын түгел ұйықтататын дұғаны оқи бастады. Бір қуанары, Брайер Роуз ғашық болып қалған бейтаныс жігіт Филипп ханзаданың өзі боп шықты. Тек Филипп ханзада ғана оны сүйіп ұйқыдан оята алады. Сонымен ел жұрт тегіс терең ұйқыға кеткенде перизаттар не істерлерін ойланды. Олар ормандағы үйшікке барып Филиппті қайта сарайға алып келмекші болды. Бірақ олар кеш қалған еді. Малефисента мен оның сарбаздары үйшіктің жанында күтіп тұрған ханзаданы қолға түсірді. Малефисента Филиппті өз қамалына апарып, ең тереңде қараңғы зынданға қамап тастады. Оны қабырғаға шынжырлап, сол жерде арам қатсын деп тастап кетті. Ханзада Филипптің орнын сипап қалған перизаттар оны Малефисента ұстап әкеткенін бірден түсінді. Олар оның қамалына жетті. Қауіп сәл сейілген кезде зындандағы сиқырлы жолмен кіріп, ханзаданы босатты.
таяқшаларын сілкіп қалып, оған рақымшылықтың қалқаны мен ақиқаттың алдаспанын ұстатты. Ханзада атқа отырып, Стефан патшаның сарайына ханшайым Аврораны құтқаруға аттанып кетті. Ханзаданың қашып кеткенін көрген Малефисента ашуға мінді. Ол қарғыс айтып, сарайдың айналасын тікенекті орманмен қоршап тастады. Бірақ Филипп оны сиқырлы қылышымен бұзып жарып өтті. Аяқ астынан алып қара аждаһа пайда бола кетті. Аждаһа «Аха-ха-ха» деп кекесінмен қарқылдай күлді. Бұл Малефисента еді. Филипп ханзада от жалын шарпып кетпес үшін сиқырлы қалқанын жоғары көтерді. Шайқас басталып кетті. Аждаһа көкке шарпып, Филиппке тарпа бас салды. Ханзада сиқырлы қылышын аждаһаның кеудесіне көлденең тосты. Жыртқыш жерге гүрс етіп құлады. Малефисента өлді. Филипп ханзада сарайға қарай құстай ұшты. Ол ұйқыдағы ару жатқан бөлмені тез тауып алды. Бетінен шөлп етіп сүйіп еді, сұлу көзін ашты. Дуаның беті қайтты. Сиқыршы кіндік шешелерінің де дуасы күшінен айырылды. Сарай тұрғындары да ұйқыларынан ояна бастады. Патша мен патшайым сүйікті қыздарымен қайта қауышқандарына қатты қуанды. Сол күні кешке Филипп пен Аврораның үйлену тойының құрметіне тамаша бал өтті. Ханшайым үстіне әдемі көк көйлегін киіп шыққан, бірақ Флора шыдай алмай оны қызғылт түске ауыстырып жіберді. Алмаруэзер оны қайта көк түске бояды. Сөйтіп қызғылт көк болып жалғаса берді. Ханшайым ханзадасының құшағында бақыт биін биледі, ал ата-аналары жастарға шаттана қарап тұрды. Армандарына жеткен ханзада мен ханшайым ұзақ та бақытты ғұмыр кешті.